Доброе утро. Қайырлы таң достар, қалайсыздар? Бізде әдеттегідей өзіміздің таңертеңгі жаттығу. Бүгін скакалкадан бастаймын. Бүгін пробежка жоқ. Скакалка, турник, брусья, отжимания и жгут. Турник істеп отыр. Таң әлі атпады, күн шықпады әлі. Құрметті достар, мына кітапты кешеден бастап оқып бастадым. Өте керемет, өте күшті кітап екен. Барлық көптеген инсайттар алып жатырмын, және де бүгін менің алған өте керемет информациям, керемет инсайт дейміз ба, Марғұлан Сейсенбай мырзамыз айтқан екен, алдыға нан лақтырып жүру керек деп. Ол алдыға нан лақтыру деген түсініп қалмаңыздар, алдыға булгананды қою деген сияқты. Алдыға нан лақтыру деген қазір не істеп жатырмын, 3-4 айдан кейін не істеймін, 6-7 айдан кейін не істеймін, 1-2 жылдан кейін не істеймін деген сияқты ұғымға келіп отыр. Енді жұмыс дайындау ғой, ол қазіргі проекттің бүйтіп ақшаны жинап алып болды сонымен қоя салу деген нәрсе емес. Әрі қарай дальше больше не істеймін, мына жұмыс тоқтап қалса не істеймін, нан всегда болу керек деген ұғымға келіп отырмын. Өте керемет кітап екен. Бұйыртса енді ертең жалғасын оқимын. Әр күн 15-20 беттен сөйтіп ақырындап оқып үйреніп жатырмын. Аллаға шүкір. Бірінші Алла,